Шаттық болып ғұмыр жүрі, өзгертіп өткен күнді бүгін күні, арнайы нұрландырған қыркүйекті, армысын аңсап көткен білім күні. Армысыздар қадірлі қауым, аяулы ұстаздар, құрметті оқушылар. 31 жыл тарихы бар қаламыздағы іргелі білім беру саласының қара шаңырақтарының бірі. Бақтыбай Жолбарыс атындағы номер 18-ші орта мектеп лицейі бүгін 1171 шәкіртіне есігін айқара ашқалы отыр. Олай болса, 2020-2021 оқу жылының басталуын жариялайтынын, білім күніне байланысты армысың аяулы мектебім атты мерекелік салтанатымызды ашық деп жариялаймыз. Армысын аяулы мектебім атты салтанатты жиынымыздан алғашқы сөз кезегін мектеп лицей директоры Құдайберген Шолқар Мелісұлына берді. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, сіздерді бүгінгі ең үлкен мереке білім күні жаңа оқу жылының басталуынан шын жүректен құттықтаймын. 1 қыркүйек барша халықтың дәстүрлі мерекесі. Бұл мереке кейбір азаматтардың мектеп қабырғасын аттаған күндерін еске түсірумен сипат алса, жас мұғалімдердің алғашқы жұмыс күнін әсері мен толғанысын айрақтайтын ұмытылмас сәттерімен есте қалады. Әрбір адамның өміріне ерекше әсер қалдыратын бұл күн еліміздің барлық тұрғындарының басын біріктіреді. Бұл күн тек атаулы мереке ғана емес, бұл еліміздің болашағы үшін жауапты кезең бастамасы. Олай дейтінім, дәл осы күннен бастап алғашқы қоңырау үнімен бірге әр адам өмірдің жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. Құрметті мектеп табалдырған алғаш аттағалы тұрған бүлдіршіндер, сіздер еліміздің нағыз кемелденген шағында ел тұтқасын ұстар азамат болатын жасқа келесіздер. Сондықтан ел үмітін ақтар болашағымыздың бүгінгі кейіпкерлері сіздерсіздер. Сіздерге сәтті қадам, құтты қадам қалам тілеймін. Қымбатты ұстаздар, отанымыздың сәулеті мен дәулетін арттыру жолындағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Бақ қонатын елдің ұлы епті, қызы көрікті болады дейді атам қазақ. Бұл білім бақыттың жібермейтін қазығы десек, сол қазықты қағатын әрине сіздер. Баршаңызға табысты еңбек, мықты денсаулық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мектебім, аяулы мектебім, өзіңсің өмірдің көктемі. Нәр алып қолымды созамын, арманға көктегім. Мектебім, келеміз тағы да, күн сайын өзіңді сағына. Сыңғырлап соғады қоңырау, бар бала бағына. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағында гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Келеміз қуанып біз дайым, мектебім сен жайлы жырдайын. Айқара есігін ашады, қарсы алып күн сайын. Мектебім өзіңді сүйемін, білімді санама тиемін. Аяулы ұстаздар алдында басымды иемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағында
Қадірлі қауым, ат тұяғындай басады дегендей, өткен оқу жылы мектеп аяқтаған 41 түлектің орнына биылғы оқу жылы 160 бүлдіршінін бірінші сыныпқа қабылдап отыр. Қоңырау сыңғырла асыға, үн қосқан қиялдан асуға, білім ал, еңбек жас ұлан, өрлесем биік шың басына деген тілекпен 2020-2021 оқу жылының басталуын айғақтайтын мектептің сүйікті әуені алғашқы қоңырау соғылмақ. Алғашқы қоңырау соғу құрметі бірінші сынып бүлдіршіндері Әбекенов Мирас, Ілиясова Айша, Жұмабек Рамазан, Ахмет Кәрім Айзере, Жанатылы Әли, Нұраділ Ақнұр, Казизбекова Назым, Жұмахан Аблайға беріледі. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, мерекелеріңіз құтты болсын. Бүлдіршіндер білімді де білікті азамат болсын. Біз біргеміз, біз еліміздің білімді ұрпақтарымыз. Осымен 2020-2021 оқу жылының басталуына байланысты Арымыздан аяулы мектебім атты салтанатты жиынымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман саулықта жүздесейік.